Саламатсыздар ма? Мен Жалханова Аида, номер 4-ші Хромтау орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы. Мәшһүр Жүсіптің шығармалары «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты бағыты. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден өтті. Ақын, шежіреші, фольклоршы ғұлама. Ол қазіргі Павлодар облысына дүниеге келген. Бала кезінен ерекше зеріктігімен көзге түскен. 9 жасында хат танып, араб, парсы, шағатай тілдерін меңгерген. Ол медреседе білім алған. Кейін Түркістан, Бұхара, Самарқан сияқты ірі білім орталықтарында оқып, өз замандағы ең білімді адамдардың біріне айналды. Неліктен мәшһүр деп аталды? Мәшһүр атақты, белгілі деген мағынаны береді. Бұл атты оған халық берген. Себебі ол бала кезінен ақ ақындық өнермен, ерекше есе сақтау қабілетімен танымал болған. Мәшһүр Жүсіп тек ақын ғана емес, әулие, көріпкел адам ретінде танылды. Ол болашақты болжап, елдің басына түсетін қиындықтарды алдын ала айтқан. Және де өзінің қай жылы қайтыс болатынын болжап кеткен. Алаш зиялының тағдырын дәл болжаған. Халыққа келетін ашаршылық пен қиындықтарды ескерткен. Ол тек болжам жасаумен ғана шектелмей, халыққа пайдалы кеңестер беріп отырған, адамдарды адалдыққа, әділеттікке шақырған. Шығармашылығы және ұлы даланың ұлы тұлғалары. Мәшһүр Жүсіп халықтың ауыз әдебиетін зерттеп, ертегілер, аңыздар, шежірелер жинақтады. Ол тек фольклоршы емес, өз заманын терең талдаған ғұлама. Фольклорлық ерекшеліктері: батырлар жыры мен аңыздардың көп болуы, халықтың сенімдері мен дүние танымын сипаттауы, тарихи шындық пен мифтердің үйлесуі. Оның еңбектері бүгінгі күні ұлы даланың ұлы тұлғалары атты зерттеулер қатарына кіреді. Қарашолақ бұл оның шығармаларының бірі. Шығармада қазақ халқының наным сенімдері, аңыздық және тарихи оқиғалар көрініс табады. Фольклорлық элементтері: халықтық аңызға негізделген, әділетсіздікке қарсы күрес көрсетілген, батырлық пен тылсым күштерге сену сипатталған. Бұл шығармада қарапайым адамның тағдыры арқылы қазақ қоғамының мәселелері көтерілді. Ол батырлық пен даналықты насихаттайды. Қорытындылай келе, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақтың ұлы ғұламасы, ақын, шежіреші. Ол болашақты болжай білген көріпкел, әділеттілік жолын ұстанған тұлға. Қарашолақ шығармасы оның фольклорлық дәстүрді жалғастырғанын дәлелі. Оның еңбектері қазақ мәдениетін алтын қазынасы.